Сәлеметсіңдер ме балалар? Каналда Майра апай 3 сыныптың қазақ тілінен тапсырмаларды орындауға көмектесетін боламын. Олай болса балалар, бүгін сендермен 85-ші сабақтың тапсырмаларын орындауды бастайық. Сендерге тапсырмалар ең алғашқы болып көріну үшін каналға тіркеліп лайк басып қойыңдар. Олай болса, 7-ші жаттығу. Керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап беріңдер. Динаның ұстазы кім? Құрманғазы. Құрманғазы кім? Күй атасы. Домбырашы болу үшін не істеу керек? Дыбысты сүйе білу керек, ерінбеу керек. Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті? Құлағынан кетпестей әсер алды. Етістіктерді тауып, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Дара етістіктер ерінбеу, күрделі етістіктер сүйе білу әсер етті. Келесі тапсырма. 8-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Күйші күй тартады, жыршы жыр айтады, немесе жыршы жырлайды. Ақын өлең жазады, дәрігер ауруларды емдейді, мұғалім балаларды оқытады, жылқышы жылқы бағады. 9-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына дара етістікті тауып жаз. Келеді, келе жатыр, келе бастады. Тартады, тарта алады, тартып жатыр, тартып жүр. Тоқиды, тоқи алады, тоқып отыр, тоқи бастады. Барады, барып кел, бара кел. Күрделі етістіктерді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Айша мектепке келе жатыр. Арман домбыра тарта алады, Жанар шұлық тоқи алады, Жандос суға барып кел. Келесі жаттығуда суретке қарап, мәтіннің тақырыбын болжа, яғни мәтінге тақырып қоямыз. Менің атым Дина, деді қызғалдақ. Мерейлі бол, Дина. Жан, мен кек күйшісі Құрманғазымын. Тәрбиешім Махамбет ақын, Исатай ердің серігі, халық үшін жан берген. Сол ерлердің ұраны, сол күрестің дабылы, мынау егіз шекте. Мұрамды саған тапсырдым, халыққа жеткіз күйімді, деп қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Ерте маған атажан, шынымен сеніп тапсырсаңыз, кек ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етем, деп қыз бала тізерлеп отырды да, домбыраны қолына ұстап сүйіп алды. Әбу Сәрсенбаевтан. Яғни бұл мәтінге үкілі домбыра деп ат қойсақ болады, немесе күйші Құрманғазының аманаты деп қойсақ болады. Келесі беттегі жоспарды толықтыр. Бірінші, Дина мен Құрманғазының танысуы. Екіншісіне домбырасын ұсынды. Үшіншісіне Динаның анты деп қойсақ болады. Яғни осы жоспар бойынша мәтінді мазмұндаңдар. Мәтіннің етістіктерді тауып, оларды дара және күрделі түрін ажырат. Дара етістік: бол, тапсырдым, жеткіз, ұсынды, берген. Күрделі етістік: ойнап беруге, тізерлеп отырды, сүйіп алды. Ал балалар, осымен бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Егер сендерге ұнаса, түсінікті болса, лайк басып, тіркеліп қойыңдар. Сау болыңдар балалар.